Қорықпа балам, мен сенің анан еліктің құрбысымын, сен мұнда қауіпсізсің. Ол менімен өте жақын дос болатын. Мен сені қонақ қылып алып келдім, әкеңе апарамын. Бірақ менің әкем қайтыс болған. Ол тірі. Қояным менің. Баланы әкесіне апарамыз ба? Иә, бірақ 10 айлықпен бере салмаймын. Алло, мырзам, мен сіздің мұрагердіңізді таптым. Анасы бірнеше жыл бұрын қайтыс болып кетіпті. Мұрагеріңіз менің қасымда. Бірақ ұлыңызды тірі көргіңіз келсе, бір чемодан долларыңызды дайындаңыз, ертең кешке жолығамыз. Сен неменің жанымда ақша үшін жүрдің бе? Жақсы, жарайды, қалағаныңды берейін. Бірақ менің балама тиісуші болмаңдар. Тыныштал, бәрі жақсы. Біз қасындамыз. Кеттік. Кредиттерімді жабатын болдым. Қандай күшті деп... Тыныш тұршы, ақшаны қолға алайық алдымен. Қараңдар, машина келе жатыр. Вау, қандай әдемі машина. Келесі бөлімді көргілеріңіз келсе, тіркеліп комментарий жазып кетіңіздер.